Екі ұл, екі келін. Бір үйде мінезі екі түрлі, екі ұл бар еді. Әке-шешесі бөлек адамдар сияқты. Үлкені қашан көрсең әлденеге тырысып жүргені, тейіп кетсең ашуланып шыға келеді. Арамдығы да аңғарылып тұрады. Кішісі тұйық, қой аузынан шөп алмайтын момын, әрі бауырмал. Әйтсе де, әке мен шеше үлкен ұл десе, ішкен асын жерге қояды. Ал кішісінің бар жоғы білінбейді. Ісіне мән беріп жатқан олар жоқ. Бірақ оған кенже ұл еш ренжіп көрген емес. Қайта ол ағасының қуанышына ортақтасқан әке-шешесіне риза. Бір күні үлкен ұлы істі болып, даңғарадай үйді сатты. Банктен ақша алып, қарызға да батты. Сөйтіп бұлар қолдарындағы бір шабаданмен далада қалды. Алмасым үшін жан пида, деді әкесі. Тұла бойым тұңғышымның табанына кірген тікен менің маңдайыма кірсін, деді шеше. Пәтер жалдап тұрған бұлар бір күнде екі келін түсіріп, қуанышқа қарық болды да қалды. Олан асыр жасамаса да өзгеден қалмауға тырысты. Алмастың алған келіншегі ауылы аралас, қойы қоралас, осы жердің қызы, ағайын туған сөз етпесін деп дегеніме бәрде үлкен келінге бәйек. Ал Дәукеннің таңдағаны алыс жақын қызы екен. Әрі кеуден қайтқан. Содан ба атасы бұл келінге көңілі толмай кір жеді де отырады. Енесі болса керісінше кіші келіннің жоқтан бар жасайтын пысықтығы мен ақылдылығына тәнті. Сырттай қараған адам бұл екеуін анасымен туған қызы дерсің. Бір күні ене келіндерін шақырып алды да: «Қыздарым, мен бүгін дәрігерге бардым. Омырауымда ісік бар», деді. «Көпке бармаймын-ау деп қорқамын. Аталарың мен күйеулеріңе айтушы болмаңдар. Дым болмағандай жүре берейік. Рактан жазылу қиын деп естігем», деп үлкен келін төмен қарап ерні шыбырлады. Кіші келіннің көзінен моншақтап жас төгіліп, тілін тістеп отырды. Сол күннен бастап үлкен келін Алмастың құлағының құрыш етін жеп, бөлек кетейік деп қыңқылдайтынды шығарды. Көп ұзамай оның айтқаны болып еншілерін алды, бөлек шықты. Кіші келіні енесін жетелеп Алматының онкологиялық ауруханасын жиі жағалайды. Кеш оралады. Қатымырада бұлардың қалаға барғыштап кеткенін жақтырмай жағадан алып жатқаны: «Екеулерің желпілдеп немене Алматыға шапқылап кеттіңдер? Әлде сен келін, енеңе менен гөрі тәуірлеу бір шал тауып бергелі жүрмісің? Тап әкелеріңді ғана», деп тіпті тұздықтап та жібереді. Ондай кездері енесі оңашада келінін құшағына алып: «Төзімді бол, қызым, ақылың бар ғой. Алжыған шалдың сандырағын көңіліңе алма. Саған емес, маған айтқаны ғой. Талай естігем сөзін», деп күлген болады. Арада 6 ай өтті. Ауруханаға шапқылау нәтиже берер емес. Әжейдің шашы сұйылып, тырнақтары мүжіліп түсе бастады. Мұны көрген кіші келін енесін аяп, көз жасын көрсетпей сығып алады. Бірде енесі: «Қызым-ау, осы баяғыда мармелад деген кәмпит болатын еді ғой. Соған аңсармау отырғаны, бірақ о бәле таптырмай ма?» деді, жаулығының ұшымен жасаураған көзін сүртіп. Бұны естіген келін түстен кейін көшеге шығып, ауылдағы 2-3 дүкенді жағалап көрсе, мармелад дегенді бұлар әкелмейтін болып шықты. Ертеңіне мармеладқа бола таксимен Есік қаласына тартты. Базарға барса, кәмпит сатқан келіншекте бар болғаны жарты келесі ғана қалған екен. Саудаласпай түгел сатып алды да, ешқайда бұрылмай үйге жетуге асықты. Енесі шай қойып, бұны күтіп отырған бет екен. Келіннің қолындағы мармеладқа көзі түскен әжейдің балаша қуанғанын айт. Оның сонша қуанғанын көріп, келіннің көңілі босап кетті.
Енді ол өзі кесе шайнекке ие болып мармеладты енесінің алдына ысырыңқырап қойды да баптап шай құя бастады. Базарға қалай жеткенін айтты, базарда көргенін айтты, базардан қалай қайтқанын айтты. Енесі оның әңгімесін күлімсіреп отырып тыңдады да отырды. Екеуі де асыққан жоқ. Дәл осы сәтте асықпау керегін екеуі де анық сезді. Аузы базардың әңгімесін айтып отырғанымен, көзі басқа бір сырды шертіп отырғанын ұқты келіні. Әжейде де құлағы аузан шыққан әңгімеде болғанымен, көзі келіннің көзінде сырды аңғарып отырғандай. Келіннің көзінде жалғыз қимастық, мұның көзінде мың қимастық лықсып төгілгелі тұр. Жәдәукжан, мен саған бірдеңе айтуым керек. Айтпай болмайды. Тек сен ренжімеймін деші. Оны дегенің, мам, ренжімеймін. Мен ана дүниеге кетем ғой. Сол кезде 3 еркектің жағасын кірлетпеймін деп серт берші. Мамау, осыны айтқан келіннің ерні дірілдеп кетті. Кетпей тұра тұрыңызшы. Енесі оның сөзіне мән берген жоқ. Біраз уақытқа қалаға барып келетінін, адамша сөзін сабақтай берді. Осы дәугенімнің қолынан су ішіп кетсем арманым болмас еді. Шайдан кейін әжей сандықтан ақ көйлегін алып киіп, төсегін қағып салдырып, еңбектеп барып жантайды. Бүктеліп емес, ұзынан созыла түсіп көзін жұмды. Ашпады. Кіші келін Дәукен Астанадан тезірек келсе екен деп іштей жалбарынып жүр. Дәрігер шақыртып, тамырына аспалы ине салдырды. Тамырына нәр берген осы ине енесін өз айтқан жаққа барар жолды бөгей тұратын сияқты. Не болса да Дәукеннің жолын оң қара көр, тезірек келтіре көр. Ол мінген автобусы жолда сынып қалудан сақтай көр. Дөңгелегін жеңілдете көр. Іштей мың мәрте қайталап жалбарынудан шаршамады. Есілдерді сол болып, кей кезде даусының шығып кеткенін аңғармай қалып жатыр. Енесі ұлын күтіп қиналса да берілмей, тістеніп жатыр ма немене? Кейде ұртының дір еткенін байқап қалады. Есік шайқ етіп ашылғанда Дәукенбе екен деп, аяғына жұқпай жүгіріп жетіп еді. Жоқ, ол емес, қайын ағасы болып шықты. Осы сәт, о құдірет, кемпір көзін ашып алып, төбеге қарап, алара қарап жатыр екен. Анасының мәмесін іздеген сәбейдің ерні қимылдап тамсанады. Алмас шай қасықпен сүт тамызбақ боп еді, әжей аузын ашпай қойды. Көзінде тас жұмып, ыңырсып белгі берді. Ішкісі келмей жатыр, аға. Алмас сілкініп барып қолындағы сүт құйған кесені үстел үстіне тарс еткізіп қоя салды да ауызғы үйге шығып кетті. Ертеңіне Астанадан Дәукенде жетті. Қимылсыз солқылаған анасын көріп, қасықпен аузына апарып еді, кейуана аузын ашып бірер жұтты. Сол күш болды ма, көзін ашып, ұлымен келініне мейіріммен бір қарап, қайта жұмды. Қайтып ашқан жоқ. Дәукен осыған дейін өлім көрмесе де, анасының аттанып кеткенін бірер сезді. Кемпірі өлгелі шалды да тілсіз қалды. Ешкіммен сөйлеспейді, бөлмесінен шықпайды. Сөйте тұрып кейде аузы арық иісі сезіліп қалатынын келін бала байқаса да байқамағандай болып қоя салады. Бірде көшедегі көп тірліктің үйге келіп еді, атасы тыста отыр екен. Бұл барды да сәлем салды. Айналайын, өркенің өссін, деді мейірін төгіп. Атасының аузынан өмірі мұндай жылы сөзді естіп көрмеген келін балашылап жіберді. Ата, деді сосын өзін өзі ұстап. Тәбетіңіз неге шабады? Соны істеп берейін. Бірер жұтым қымыз болса, бірақ қайда ондай? Таппайсың ғой бұл ауылдан. Неге таппаймын? Табамын. Тапқанда мен табайын, деп ойланып, қуанып кетті. Тым болмаса атамның бір тілегін орындайтын болдым.
көрші ауылға құстай ұшып жетіп, сондағы жылқы ұстайтын кісіден бір бөтелке қымыз сатып алды да, құстай ұшып үйге оралды. Ата, міне қымыз. Кесе толы қымызды атасына ұсынды. Шал созған қолы тірілдеп кесеге жетсе де, ыдысты қармап ұстай алмады. Сосын тізесін бүгіп, жанына отыра кетті де, кесені аузына апарды. Шал қымыздан бірер ұрттады да, одан әріге демі жетпей тоқтай қалды. Айналайын, айналайын, бақытты бол, деді сыбырлап. Кешке қарай үйге Алмас келді. Бет аузын тұмшалап, маска тағып алған. Оны көрген шал қолын баяу көтеріп, жақындама, бөлмеден шық дегендей белгі берді. Алмас бұрылып алып, тысқа жөнелді. Келін, деді бір заматта сыбырлап. Босаға тұста құлағын түрген келін орнынан сыбыссыз тұрып, атасының жанына жақын барды. Дәукен. Тез Дәукенді шақырып келді. Шал екеуінің қолын ұстап, жүздеріне мейірлене қарап, сәл жатты да, қапелінде қалғып кеткен адамша көрген білегі сылт төмен құлады. Оқыған Қуаныш Толбекұлы.